Всем привет, достар, баршаларыңызға, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі блогта осы Шымкентте өткен бір күнімді түсіретін боламын. Өте қызықты видеолар болады, сондықтан осы видеоны соңына дейін қарап үзбей көріңіздер. Столдайын. Столда бізде настоящая икра, сливочным маслом, қазы, холодный ассорти, самса, салат бізде креветки, апельсин, мандарин и помидор, и шпинат. Негізі рукколамен и бальзамический уксус қосу керек болатын. Мынау бізде азиатский салат, мынау бізде грибы қосылған салат, сухофрукты, фрукты. Так, что-то тағы бірдеңе жетпей тұрған сияқты столға. В целом все. Біздің столымыз дайын. Шымкенттегі стол. Всем привет, достар, баршаларыңызға. Бүгін біз Шымкентке прогулка жасап жүрміз. Бүгін бізде 4 январь. Даға деген күн шуақты әдемі болып тұрды. Машина жүр абайлар қасында. Қазір біз қасымызда озеро жайлау деген өттік. Енді зоопаркке бара жатырмыз. Барлығы қастарда там Бәйдібек би қиылысы, проспект Бәйдібек бимен жүрміз. Шымкентте зоопаркке келе жатырмыз. Амина жаңа ұйықтап қалған, қазір ұйқыдан оянды. Шымкентте зоопаркке кіру арзан екен, чем Алматыға қарағанда бағалары. Так, осылай кіреміз. Аминаның машинасы. Зоопаркке кірген кезде осындай алдымызда әдемі елка шықты. Ау! Кім ол, барыс па? Барыс! Так, қай жақпен жүреміз? Давай соған барайық. Қазір қалай жүреміз? Бұлай жүреміз ба? Поближе көрші, наверное, бұлай кіреміз. Животное лама, да, кажется? Анан қара, Амина. Привет. Жапырақ жей деп жатыр, Амина. Аминка, привет. Привет. Да, солай көтеріп қой кішкене. Өздері келді, как-то бірдеңе береді деп келген сияқты. У нее в руке алма. Амина, они хотят твою алма, алма. Түлкіге келдік, түлкіміз бірақ бізде ұйықтап жатыр. Так, следующий кто у нас? Ну тоже түлкі. Вот, та түлкі, Даулет. Аминка, смотри, түлкіні қара. Қу түлкі. Привет! Это не шакал. Вау! Қасқыр. Павлин, белый павлин. Қандай әдемі. Изумрудный цветпен. Необычный құс. Түсті қырғауыл екен. Қырғауыл екен бұл. Зоопаркте жүрміз осындай. Күшті екен. Бүгін ауа райы да керемет болып тұр. Тигр. Қауіпті аң. Үлкен тигр. Амурский тигр. Ой, интересно, зоопаркте наш животные бар екен Шымкенттегі. Қайда қарап жатыр, Амина?
тигр қайда қарап жатыр? Қайда қарап жатыр? Мәссаған, үлкен тигр. А? Это ат. Ат. Ат бірдеңе жегісіз кеп тұр. Бізге қарап. Вот интересное животное тоже. Буйвол называется. Үстінде, арқасында. Так смотрит. А мен қара саған қарап жатыр. Жай двигается как будто. А? Наверное, нельзя? Құстар әлеміне келдік. Уфты, но кажется необычный құстар. Название қалай? Ақпар мен оңтүстік Европа жерлерінде жүреді в основном. Вот этот құс. Как бүркітке ұқсайды жерде, да? Бірақ мұрындары ұзын сондай. Взгляды уже сигрит, тас қара. Бұлар өте қауіпті құстар екен. Абайлаңыздар написано. Взглядтарын өздері прям. Ақ құйрықты су бүркіті. Это бүркіт уже. Да, бұлар бүркіт қой, бүркіттер ет жейді ғой. Ана жерде бүркіт отыр. Түйе. Смотри, именно саған түйе келе жатыр. Аминка, привет. Ну ладно. Тасбақа және келес написано. Тасбақа. Здесь крокодил. Тасбақа. Разные животные. Ана жерде тасбақа бар екен. Бұрыла алмай жатыр. Тасбақалар. Не двигается. Спит, кажется. Как будто искусственный сияқты, да, Дәулет? На самом деле, бірақ тірі. Устал от жизни. В этой жизни не все понятно деп тұр ғой. Қолдарын қарасай, ана йогада жатқан кезде осылай қолмен жатыр ғой. Алақандары наверх смотрит. Аяқтары баласы суда шомылып жатыр. Рахаттанып, спа-центр. Бірақ өзі скучно, наверное. Мина жылан. Осылай істейді. Вон. Ұйықтап жатыр. Сары жылан. Тон деген жылан тоже. Ау, қазір. Вот екінші жылан. Айдахар жылан. Двигается так. Медленно түсіп жатыр. Да. Я думала, тарс болады. Ондай болмайды екен. Аксолотл. Ну, похож на тышқанмен бірдеңе аралас. А вот еще маленький жылан Амина. Сары бауыр кесіртке. Қайсы хамелеон? Хамелеон. Именский. Амин как раз двигается. Как будто дерево сияқты, ағаш сияқты. Ағаш сияқты, мне кажется. Бетоном залили. Думаешь? Африка елінде осындайлар бар ғой, киноларында көреміз. Наверное, қара аю. Көдер. Сетка болған соң. Не хотя бы... Үлкен жүріп. Ням-ням деп жатыр. Жағып кетті бірден. Бұл тура ортасында осындай әдемі көл бар, и көлде аққулар жүзіп жүр. Әдемі вид, прям күшті екен ана жерде. Амина, жүріп кеттік. Ана жерде қасқырлар. Қасқырлар да өте секірмей ма сетканың сыртынан, интересно.
Чика надеть надо за это. Кирикова. В общем, Коська написали комсорга, даже бабушку прям портрет. На, еще ближе, Всем привет, достар баршаларыңызға, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі блогта осы Шымкентте өткен бір күнімді түсіретін боламын. Өте қызықты видеолар болады, сондықтан осы видеоны соңына дейін қарап үзбей көріңіздер. Ал қазір мен осы кешкі ужиннан кейінгі кішкене жиналған посудаларды жуып тастауға келдім осы жерге. Потом видеоларда монтировать ететін боламын, өйткені осыған дейінгі видеолардың барлығын жартысын салдым, жартысын салмадым. Күйеу баласы осындай әдемі роза гүлдер сыйлады. Қазір осы роза гүлдерді біз базаға әдемілеп салатын боламыз. Әрбір гүлдің астыңғы бөліктерін 1-1 сантиметрге кесіп.